Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Павлодар облысында жол апатынан 2 адам көз жұмды. Оқиға бойынша тексеру іс-шаралары жүргізіліп жатыр. Павлодар облысында жол апатынан 2 адам көз жұмды. Екібастұз бен МАЭС 1 станциясын жалғайтын автожолдың көпірінде 2 жеңіл көлік соқтығысып, жүргізушісі мен жолаушысы қайтыс болды деп хабарлады Түркістан.кз. Өңірлік полиция департаментіне сілтеме жасап, қайғылы оқиға бүгін МАЭС 1 станциясында апаратын автожолдың бойында болған. Көпір үстінде Mitsubishi маркалы автокөлік Volvo автобусын басып озып, қарсы жолақта Audi жеңіл көлігімен соқтығысқан. Жол көлік апатының салдарынан Audi көлігінің жүргізушісі мен жолаушысы қаза тапты. Тағы бір жолаушы ауруханаға жеткізілді. Оқиға бойынша тексеру іс-шаралары жүргізіліп жатыр деп хабарлады полиция департаментінің баспасөз қызметі. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз. Лайк басқан қолдарыңыз қабатулы қабырғасын ұстауды нәсіп етсін.